Туринде қысқы универсиада жалғасып жатыр. Жарыстың аяқталуына 2 күн қалды. Енді шаңғышылар мен шорт-трек шеберлерінің жолына үмітпен қараймыз. Әзірше жалпы командалық есепте Қазақстан құрамасы 3 алтын, 4 күміс, 4 қола медальмен 8-ші сатыда келеді. Өзге де спорт жаңалықтары алдағы топтамада. 20 жастағы өзбек футболшысы Абдукадир Хосанов Манчестер Сити жилесін киді. Осылайша Бунеткор мектебінің түлегі ағылшын премьер лигасында доп тебетін алғашқы өзбек футболшысы атанды. Тек қана Өзбекстан емес, Орта Азияда бұрын соңды дәл осылай ешкім биіктен көрінген емес. Айдарынан желескен Ман Сити әлемдегі ең қымбат клубтардың бірі. Ағылшын клубының қожайындары Хосановты алу үшін француздардың Ланс клубына 40 миллион еуроны санап бере салды. Келісімшарт мерзімі 2029 жылға дейін. Пеп Гвардиоланың қол астында тер төгу кез келген футболшының арманы десек қателеспейміз. 20 жасында жұлдызы жанған Абдукадир енді Ман Сити сапында 45-ші нөмірде өнер көрсетеді. Футболдың әліппесін Бунеткордан бастаған Хосанов кейін Белоруссия біріншілігінде доп тепті. 2023 жылы француздардың Ланс командасымен 4 жылдық келісімшартқа отырған футболшы ерен еңбектің нәтижесінде АПЛ деңгейіне жетті. Бүгін Еуропа чемпиондар лигасының топтық турнирі жалғасады. Тартысты ойындардың бірі Лиссабонда жергілікті Бенфика мен Барселона арасында өтеді. Испаниялықтардың Португалияға 4 көзі түгел келе алмады. Жарақаттарына байланысты Дани Ольмо мен қақпашы Тер Штеген және Мартинес пен Бернальдар Каталонияда қалып қойды. Барсаның турнир кестесіндегі жағдай жаман емес, тек Ливерпульді ғана алға салып, 2-ші орында келеді. Ханс Дитер Флик командасы ішкі біріншілікте ғана ала-құла ойнап жүр демесеңіз, чемпиондар лигасындағы нәтижесі керемет. Бірақ бізге босаңсуға болмайды дейді бас бапкер. Бенфикадан ұпай алып қайту үшін барымызды саламыз деп отыр. Алаң иелеріне де жеңіс ауадай қажет, өйткені қарсыластары өкшелеп келеді. Топтық кезеңнің аяқталуына 2 тур қалды. Сондықтан Бенфиканың аянып қалмасы анық. Ендеше Эштадио да Луж стадионында тартысты ойын болғалы тұр.